Қызға тиіп кетіп жатса ренжімеңіздер, бірақ көптеген қыздар ол өздерін алдап жүреді. Қазір енді 2000-нан астам қыздармен жұмыс жасап, менің өзімнің анализім бір оправдание айтады да. Мен осы байымның кесірінен тым жақсы қыз едім, осыған күйеуге шыққаннан кейін осындай болып қалдым. Бұзылып кетті өмірім. Өмірімнің барлығын осы, енді грубо айтқанда, осы ублюдок болмағанда мен бақытты қыз болар едім. Бірақ мынаның кесірінен осындай болып қалдым. Но получается бір жаңа жәбірленуші деген халді жақсы көріп тұр да көп қыздар. Негізі егер ол түсінетін болса, жақсы еркекті табу үшін, жақсы мықты еркекті табу үшін ол қызға просто расслабленно бір наслаждаться-етіп өмір сүру керек та, өзінің психикасымен, өзінің кожасымен, өз болмысымен, хотя бы бір спортқа бармаса да бір жаяу жүріп, бір 10 этажда тұратын болса, жаяу мініп түсіп деген сияқты шамалы ана бір денесі бір өзімен айналысса дейсіз. қатты кетіп қалмаса жаңағыдай. Енді сіз білесіз ғой, то что біз еркектер әдемілік жақсы көреміз ғой. Біз енді көзбен жақсы көреміз. И қанша жерден ол айта бергенмен де, мына адамның ішкі дүниясы барлығы дұрыс болса, ішкі халі дұрыс болса, ол оған сондай бір не келеді, дұрыс еркек келеді өмірінде. Қыздардың бір ошибкасы, олар өздері еркектер сияқты еркек іздейді да өздеріне. Өздері еркектер сияқты ойланып, көшеге шығып еркек іздеп жүреді да. На самом деле олар өздерін әдемілеп, өздерімен жұмыс жасаса, оған дұрыс еркек келер еді да, оны таңдар еді. Сол қазір енді айтатын жаңағы бір оправдание, ол осындай бір енді грубо айта берейік,